Сәлем достар, біз бүгін қазақ халқының ұлттық аспабы домбыра аспабының құрылысымен танысатын боламыз. Домбыраның басы, екі құлағы, шайтан тиек, мойыны, 19 пернесі, кеудесі, қақпақтың қорғаны, бет қақпағы, дыбыс шығаратын ойық, үлкен тиек, екі ішегі және түймесі. Домбыраны алғаш қолға ұстаған кезде еркін түрде қолымызға алып, қолымыздың бүгілген шынтағына домбыраның қырын келтіреміз. Егер сіз төкпе күй ойнайтын болсаңыз, төкпе күйде ең алғашында қырына келу керек қой. Домбыраны төменірек ұстайсыз. Егер шертпе күй болса, онда бет қақпағын кішкене өзіңізге қаратасыз да, қол жазыңқы болады. Домбыраны шертіп ойнағанға ыңғайлы болады. Ең бірінші оң қолдың қойылымына назар аударайық. Оң қолымызды бүгіп, бүгілген шынтаққа домбыраның қырын сәйкестендіреміз. Кейін қолымыз шар ұстап тұрған, немесе доп ұстап тұрғандай болу керек. Бұл сахнадан, немесе сырт көзге өте эстетикалық тұрғыдан әдемі көрінеді. Кез келген домбырашының қолы осындай. Және бас бармағымызды сұқ саусақтың ортасына келіп қоямыз. Осы позицияда тұрамыз. Толықтай қол жұмыс жасамайды. Бұл жерде білезік буынның жұмысы атқарылады. Білезік буынды босату үшін иық жағымызға қарай білезік буынымызды бұрамыз. Және төмен қарай қағысты қағамыз. Мысалы, дыбыс аяқталғанға шейін күтеміз, кейін тағы да жалғастырамыз. Оң қолымызда салмақ болу керек. Үлкен бір салмақ, күш болу керек. Бірақ қолымыз бос болу керек. Бұл ең басты қағида. Тағы да қайталаймыз. Бұл жаттығуды күніне 1 сағаттан жасасаңыз, оң қолыңыз босап, домбыраға икеміңіз келіп, білезік буыныңыз босай түседі. Төмен қағыстың жаттығуы бөлек болса, жоғары қағыстың да жаттығуы бөлек болады. Бұл жерде де сіз қалай келдіңіз салмақпен, сол салмақпен қарай қайту керексіз. Иыққа қарай білезік буыныңызды бұрасыз. Санайсыз. 1, 2, 3, 4. Келесі кезекте сол қолдың қойылымына назар аударамыз. Қолымыз домбыраны ұстаған кезде, домбыра иықтың деңгейінен аспау керек. Біздің домбыраңыз иықтың деңгейінде болып, қолыңыз түп-түзу болу керек. Және әр саусағыңыз әр пернеге лайықты болу керек. Әдетте домбырашылар астыңғы ішектің 2-ші пернесінен бастайды. Ал бас бармағымыз үстіңгі ішектің 1-ші, 2-ші, 3-ші пернесінде тұрады. Әр саусақ әр пернеге лайықталынып, тізбектелініп, бір-біріне дос сияқты қатар тұрады. Енді екі қолды бірге қосып көрейік. Оң қол дыбыс шығарса, сол қол дыбыс шығаруға әрекет жасайды. Мысалы, 2, 3, 4. Кейбір жаңа бастап келе жатқан адамдар домбыраны қате үйренеді. Мысалы, олар шынтағын көтере бастайды. Немесе бас бармағын жылжытып ойнайды.
бұл да дұрыс емес. Саусақтар бір-біріне дос сияқты, бір-біріне көмектесу керек. Ал егер сіздің саусағыңыз дыбысқа жетпей жатса, онда сіз білезік буыныңызды бұрасыз. Мысалы, енді білезік буыныңызды бұрасыз. Яғни әр саусаққа көмек беру керек. Міне. Алма-кезек қағысқа жаттығу жасайық. Перненің бойымен тізбектелініп жаттығу жасаймыз. Төмен қағыс, жоғары қағыс, төмен қағыс, жоғары қағыс, төмен қағыс, жоғары қағыс, төмен және жоғары. Осы ретпен барлық пернені қамтып жаттығу жасасаңыз, қолыңыз домбыраға әбден үйренеді. Дыбыс алудың қателіктерін айтатын болсам, кейбір бастап келе жатқан домбырашылар дыбысты дұрыс алмайды. Оның себебі пернені дұрыс баспауында. Мысалы, естіп тұрғандарыңыздай дызылдаған дыбыс естіледі. Сіз пернені тым жоғары басып тұрсыздар. Ал егер сіз сәл төмендеу бассаңыздар, онда дыбыс таза шығады. Мәселен, осы жаттығумен ары қарай жалғастырамыз. Ең бастысы асықпаймыз. Жылжыған кезде, достар, осылай жылжымаймыз. Бұлай жылжымаймыз. Өйткені бұл дыбыстың бөлінуіне әсер етеді. Ал бізде дыбыс бөлінбеу керек. Бұлай болу керек. Міне, көрдіңіздер ма? Үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осылай алма-кезек қағыспен, яғни бір төмен, бір жоғары қағыспен барлық пернені қамтып шығамыз. Әбден қолыңызды домбыраға үйрету үшін гамма ретімен қағыстарға отырған дұрыс болады. Неге? Өйткені сіз біріншіден дыбысыңызды тазартасыз. Саусақтарыңыздың тізбектелініп тұруын қадағалайсыз. Қолдың босауына септігін тигізесіз. Сондықтан осы жаттығу кем дегенде күніне 1-2 сағаттан қайталап отырсаңыз, өзіңізге жақсы болады. Енді 2 төмен, 2 жоғары қағысқа жаттығу жасайық. Бұл да гамма ретімен тізбектелініп орындалады. Төмен, екіншісі де төмен, үшіншісі жоғары, төртіншісі де жоғары. Тағы да бір жаттығу, 1 төмен, 3 жоғары. Мысалы, 1 төмен, жоғары, жоғары, тағы да жоғары. Жылжимыз. 1 төмен, жоғары, жоғары, және де тағы да жоғары. Осы гамма ретімен жаттығуды аяғына шейін жеткіземіз. Домбыраны үйреніп жүрген адамдар аспаптың құлағын келтіруге қиналады. Ал қазіргі кезде оның шешімі бар. Ол үшін кез келген музыкалық дүкендерде сатылатын тюнерді алуға кеңес беремін. Мысалы, осындай тюнер. Бұл домбыраның басына әкеліп қыстырамыз. Асықпай келтіреміз. Және мына тюнердің экранында жасыл жану керек. Жасыл G әріпі шығу керек. Мысалы, асықпаймыз. Егер жасыл жанса, біздің домбырамыздың шегі келді деген сөз. Үстіңгі шектің құлағын келтіреміз. Үстіңгі шекте D әріпімен жасыл жану керек.
Сонымен біздің домбырамыздың құлағы келді. Сонымен домбыраның алғашқы сабағы аяқталды. Түсінбеген тұстарыңыз болса, комментарийге жаза отырыңыздар. Және айтылған тапсырмаларды уақытымен орындасаңыз ғана бір жетістікке жетеріңіз анық. Ең бастысы, ерінбеңіздер, талаптаныңыздар. Ал енді келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.